Неткен итпін ата-анама, не жасадым, не істедім. Сырнашты әңгімелеп бір жігіт, үнді бәсең әрең шығат үздігіп. Әкесі мен анасына ұдай қол жұмсапты, ет жүрегім мұз қылып. Естіп кенет зырқ еткені жүрегім. Себебі мен ата-анамды барлығым деп білемін. Жігіт айтты, ер жеткесін ренжісе, олармен қатты сөйлеп, қол жұмсапты, көтеріпті білегін. Ренжісіп сабап болып сыртқа шығып кеткенде қолың сыңғыр ит болып туған қандай сорлы ұл едің деп анашым қатты жылап жүргенін де білемін. Сонда тағы түк болмаған кісі ұқсап жүремін дейді. Жылдар өтті, айлар өтті, жылжып уақыт арада арман қуып мен де кеттім бұл ауылдан қалаға. Ғашық болып қаладағы әдемі қыз балаға бас құрадым, үйлен деген ой түскен соң санаға. Жаратқаннан жазғаныма енді қызық басталды. Мінезі тез шайпау қатын болды қызым жаңағы. Бөлек шығам сенің кемпір шалдарыңа қарамайым дейді, күнде көшсек дейді қалаға тез арада. Қала жақта өмір сүру оңай емес, сонда да ата-анамды тастап көштік қарамастан шамаға. Әңгімесін жалғастыра келе жігіт күрсінді де дейді, мүмкін көп те шығар мендемін. Әйелімнен аса алмаған мен бір сорлы пендемін. Телефоным өз қалтамда, қос қолым өз денемде, көп жыл болды ата-анама хабарласып көрмедім. Денсаулығын сұрамадым, аман сәлем қылмадым. Тіпті білмеймін олар бар ма тірі ме не өлгенін. Ата-анамда маған мүлде жалғамайды телефон, білді менің қайырымсыз иттігімді сезгенін. Жылдар өтіп, ұлды болдым, бірақ жалғыз ұлыма атаң апаң бар еді деп әңгіме қып бермедім. Маңдайынан ескетуге ауылға да келмедім. Сайтан тіртіп сол сәттерде өзімдікін жөндедім. Бір мойынмын, мінезімнен аз болмады көрген. Қазақ айтқан асқаныңа тосқаның бар молыңнан. Мендік тосқан тосты мені жолымнан. Жол апатқа ұшырадым темір тұлпар тізгіндеп, есім жисам айырылыппын тізгіндегі қолымнан. Арақ ішіп жүргізгенмін көлігімді сол күні. Барлық күнә өзімдікі. Қарам нәпсім қабынған. Ата-анама көтерген қос қолымды алды жаратқан. Ата-анаңа не көрсетсең алдыңнан сол табылған. Алма кезек өмір өзен деген екен ақылған. Отбасымнан тыныш кетті, босаңсыды көңіл көп. Әйелімнің қабағы қар, ал жүрегі темір боп. Қос қолы жоқ, масыл күйеу кімге керек дедіме, ол да кетті тастап мені өз алдыма жолым деп. Қос қолымнан түк келмейді, келтіретін қолым жоқ. Қолсыз күнге үйлеспедім, ештемеге ебім жоқ. Киімімді де кие алмаймын, киім жатыр кебім боп. Күнде жылап тағдырыма нали берем, зар айтып, я жаратқан қайырадан жаза басқан едім деп. Қос қолым жоқ, қарай алмайым, балам жатыр 3 жасар. Арасында уатамын құлыншағым менің деп. Құрсақ ашып жылағанда түк келмейді қолымнан, тағы отым жылама қой, отоқаным қозым деп. Бағалатын біреулерге берсем бе деп ойладым, бірақ мүмкін емес екен. Бауыр еттен безінбек. Бір күні таң атқан шақта балама кеп қарасам, құрсақ ашып шетінепті, не тыныс, не сезім жоқ. Тағы қатты жылап алдым, құшақтай алмай баламды. Я жаратқан, неткен сорлы бейбақ пендең едім деп ойлашай. Балаң өліп жатыр, құшақтай алмайсың, қолың жоқ құшақтауға. Сен сезіне саласың ба мына көңіл күйді? Жаратқанда түрлі сынақ берді менің басыма. Жүрген жанем өлмейтіндей өмір сүріп тасына. Аш қалғанда ар ауылы алыс қала дегентім, беттің арын белге байлап кеткеннен соң ашыға қайттым ауыл жаққа ата-анамның қасына. Деді дағы жігіт маған мұңлы көзбен қарайлап. Бауырым, бай болсаң да тасқындама тасыма, алуан түрлі күн келеді ер жігіттің басына дейді. Тағдыр мүмкін ата-анама қылғанымды өз басыма салдыма. Қол жоқ жетіп бардым бұрын, қол көтерген ата-анамның алдына дейді. Кешірмейді ау, үйден қуып шығар ма екен ата-анам деп ойлағам, маған қатты өкпелі боп қалдым. Салақтаған қос жеңімді көрген заман анашым көктөгіге зарын айтып қатты жылап алды да сұлық етіп құлай кетті, естен кенет талдыды. Әкем байқұс жанарда жас құшақтады мені кеп, қарғап нем бар деп өкініп тізерледі алдыма. Әке ана деген сөзді сонда барып түсіндім, өкініштің оты маздап кең кеудеме жанды да, өлсем шенді кімге керек дедім, мендік жан мына. Өліп қалсамшы деп ойладым, сөйтіп қолсыз сол кісілердің алдына барғанша. Өткен күндер түсе берді, қайта ескемін. Неткен итпін ата-анама, не жасадым, не істедім. Қара бетті сұрқияны тас бауырды дәлменде қарасаңшы ата-анамның екіленбей кешкенін. Кешіріп отыр ғой сонда да күнәмді. Бауырым дейді, сен де мендей мүлде қателеспегін деп маған ақылын айтты. Анаң алтын, әкең алтын, барын саған арнайды. Ұрпағың бар, ол да алтын, тынысыңды жалғайды. Шын алтынды байлығыңа сатып ала аласың, ата-анаңды ешқашан да сатып ала алмайсың. Сондықтан да бағалай біл, құрметтей біл бауырым, риза қылсаң ешқашан да менікіндей күйге мүлде қалмайсың дейді. Аса қадірменді ағайындар, әке қарғысы оқ, шеше қарғысы боқ дейді. Ата-анаңа не қылсаң алдыңа сол келеді дейді. Сол үшін де мүмкін болса, егер шығарма ұнаса, бірінші мына жердегі қосуды басып жіберіңіздер, екінші пікір аймағына өз пікір